2010 жылдың аяғында менің Қазақстаным деген әнді жазуға тура келді. Оны енді қазір қалай деп түсінуге болатынын болмайтынын мен білмеймін. Кезінде біздің мынау терістіктегі солтүстіктегі 5 облысымызды целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде сосын жұрт шуылдап, бұл қалай орыстар бөліп алайын деп жатыр, мынау солтүстік облыстарымызды деген шу шығып, айқай шығып сөйтіп жатқан болатын. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің сөзін жазған қазір марқұм болып кетті, Жұмекен Нәжімеденов деген жақсы қазақтың талантты ақын еді. Ол Жұмекен екеуміз бірге оқитын еді, ол домбырашы жігіт еді, консерваторияда оқыған. Сенің кеудеңде қазақ деген қаның бар ғой, менің Қазақстаным деген сөз жаз, мен әнін жаздым деп. Сосын Жамал апаға үйреттік, тағы Жамал апа қағып алып, тағы сразу радиоға барып орындады. Радиодағы жігіттерге айтып қойдық, күніне 1-2 рет беріп қойыңдар деп, менің Қазақстанымды күніне 1-2 рет беріп қоятын болды. Сөйтіп жүріп, бұлай өзімізше бір патриоттық іс қозғадық қой деп. Жеріміз біз қайтарып алғандай болып қуанып ішімізден.